алейкум, сағылы телесерджилер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікі сапқа боле мүлімат. ВМСУ деңіз жерлеріне қабатлану тәнленді. Девлет сынырны қанунсыз кечкенлерге насыл жаза сечілежек. Қараманлар ұнытылмай, Қырымда бүгін белгісіз аскернің қатырасыны аңдылар. Сонки елға озғардылар. Кезлерде 90 яшлы қара дени веджематыр бабы Давид Эль кечінді. 200-ден зияде спортшы Қырымның аман-аман Эпс регионындан топландылар. Красноперекопск шейрінде сербест күрешве баскетбол бойынша турнир олып кечті. Бұл ведегер хаберлер ақтабы зым яйнымызда сейір етіңіз. Апсетілген Украинаның ВМС денізжілеріне қабатлану тәнленді. Олар 6 елға жазатлықтан марум етіле білейлер. Бұл ақта Адлиеджи Николай Полозовның сөзлеріне сасланарах Реал Новости агентлігі хабиратты. Уч яраланған денізжі матросская тишинаның госпиталінде бұлындылар. Қалған апсетілгенлері Селифортова СИЗОсындалар. Қатырлатамыз ноябрьдің 25-інде Украина арби дениз құетлерінің уч гемесі Қара денізде Русияның Девлет сынырындан қанунсыз кечкенлері себебінден яқыландылар. Гемелерде 24 экипаж жазасы, шу жүмледен Украина қавсызлық қызметінің қадимлері де барады. Ахмеджетнің Киев район махкемесі Векерычның шир махкемесі оларны 2019 сенесі январның 25-не қадар яқылады. Русия президенті Владимир Путин бұл әрекетлеріні провокация деп адландырылды ве Украина президенті Петр Порошенконың алчақ рейтингінен бағлы деген фокырны білдірді. Тәнленгенінден ярым ел сон истифаға кетті. Өзістегінен іштен бошама харизасыны язып, Қырым мескен коммуналь хожалығының назиры Виталий Глотов кетті. Қырым Жұмхуриетінің елбасшысы Сергей Аксенов оның истифасыны қабыл етті. Бұл емер регион акиметінің ресми сайтында нешірітілді. Қатырлатамыз, Глотов бұл вазифеге экобинонтекі сінясы майысының 17-сінде тайын атылген ады. Бұндан евел бұл ерде Марина Горбатюк чалышайды. Бүгін бұтын Русия белгісіз аскерінің күніні қайдетте. Хатырат етбірлері Қырымда да олып кечті. Юзлер жақмезжетлі Чечек ве Гүл чемберлеріні вечный огонь обедесіне қойдылар. Русия совет аскерлерінің қатырасының сүкунет дақасынен аңдылар. Мухаммеди Киряев тавсилатлыжа тариф етежек. Декабрның учу хусуси бір күндір. Бүгін өз ватанларыны қорчалаған қараманларының қатыраларына аңалар. Абедеге Чечек қоймақ тедбірі енді ань-анеге чеварылды. В многонациональной России нет такой семьи, где не помнили бы своего героя. И поэтому то, что мы сегодня собрались у могилы неизвестного солдата в Симферополе, это как раз-таки то, что мы помним, то, что мы ценим. Тақвимде бүкін тесадуфен сечілмеді. 1966 сенесі декабрын үшінде Москваға яқын ерде немсе ордуларының дармадағын етілуінің 25 елігі қайт етілу күнінде белгісіз аскерні арқадаш мезарындан Москва Кремлінің диварлары янына дефін етілген бір тарихыдыр. У каждого в семье кто-то погиб, кто-то умер от ран, кто-то погиб после войны. Поэтому я думаю, что каждый человек вспоминает этот день как самый святой для своей семьи. Элек олғанлар араштырылып башланғандан берлі 100 000 адам ғайрыдан дефін етілді. Ве 2,5 мың адамның адлары белгіленді. Виталий Ламенко үшін бүгінгі күн мұйымдыр. Чөнки еллар девамында о эбедей атышке келеве аскерлерінің қатараларына ормет көстермеге девам ете. Я член Союза советских офицеров. Для меня это очень важно, чтобы передать нашей молодежи то, что пережили и знаем мы, а не то, что им говорили до этого. Жебеден қайтмаған аскерлерінің қатыраларыны бүгін бұтын мемлекетте аңдылар. Қараманларыны ұнытмайлар, олар эбедиен яшаджақлар. Султания Истакаева, Мухаммеди Киряев, Виталий Голубев. Миллет үшін. Ахмеджетнің Борчухра қасабасында тезден яны сквер пейда олажақ. Қырымның Госком регистры даресі шерінің мүлкет оларақ 14 мартаны ресмелештарды. Евелері Украинде варанде 44 жемектебінің янында әрлешкен 1 гектар қадар ер капиталь құружилығынен бағлы Рескомнаци даресіне айытыды. Бұл ерде сұрғын әтілгенлер үшін çok қатлы евлер құрылмасы планлаштырылайды. Амма 2013 сенесі Бұл топрақ шақси мүлкиетке, яғни шақси мескен құружилығына қанунсыз шекілде кечірілген адам.
Шымды есе бұ топрақнын шерге қайтарылуында Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек бөкесі қошты. У прокурор Тешкировнын кечірмесі ақта теші бүз бұлдарды ведомарта сайплерынен көрішті. Мы встретились с нашими соотечественниками, за что им отдельная благодарность, не дожидаясь решения судов и действий правоохранительных органов. Они отказались от своих участков в пользу города с целью, чтобы жители массива Фонтаны на этой территории имели парковую зону. Помимо этого, еще и высказались о своем желании за свои средства обустроить вот данную территорию в качестве парковой зоны, за что им отдельная благодарность и от меня лично, и от жителей Фонтана за их сознательность и желание сделать доброе для жителей массива Фонтаны. Парк уже все. Это было наше желание, это наша мечта была. И вот она сбывается. Очень хорошо. Бірқачафтадан сон Руслан Бальбекене де қасабанын сәкенлерінен көрішіп, ешіл зона лихасыны музакере етежек. Сәкенлер шерлелер үшін ратлық ерні абадалныштырмаға балалар үшін спортив мейданыны ерлештірмеген. Ветереклер сачмаға істейлер. Бұндан да ғайры көрішівде юлар тамирленовы канализация ве гараж қожалығыны тешкілі түліві кабы суалярның музакересі планлаштырыла. То, чем занимается Руслан Исмаилович, обязательно. Руслан Исмаилович бірде бір шейнен оғрашса, елі бұның нәтижесі ола. Ве бірінші этап башланғанын ен порчоқрақның сакинлері мұтлақа иштирак етірлер. Бүгін келі бізлерін ділінгені үшін Руслан Исмаиловичке өз тешікірлеріміздің білдіреміз. Ахмезжетте балалар вешлар үшін театрның açылуы артек халқара балалар мерkezінің ятақханесінден Кочералев гражданлықның ресмилештірілуі вене фақаларының әсап қалынуы кібі суалернен ярмадамызның сәкенлері Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбеке мұражат еттілер. Ксения Вязьмина енді 4 елдан берлі гражданлықны алып оламай, қыз Өзбекистандан келді, оның бұтын құрантасы Қырымда ешай. Чешет идарелерге мұражатларының ичбір нәтижесі олмады. Сначала говорили так, знаете, прям вот, ну это нет, не выезжайте, не надо. Да и некуда ехать даже, ну на 90 дней куда, мы уже все здесь. Мебуз бұл меселіні шақси незаретіне алды, қысқа вақыт ішінде оны чізмеге ваде ете. Қабыл кеті шатында ярмада сәкенлерінің да 8 суалі бақылды. Также были проблемы, связанные с начислением пенсии в тех случаях, когда размыты записи в трудовой книжке, не видны печати и так далее. Договорились с представителями пенсионного фонда и с представителем профильного министерства по заявительному принципу. Наш пенсионный фонд обратится в места ранее проживания, в те учреждения, в которых трудились наши уважаемые пенсионеры, и после этого будет проведен перерасчет, и те суммы, которые люди недополучали, получат уже в виде справедливой пенсии. Қарайым жемат ербабы Мирдар Божий адлы дин ара шурасының башы Давид Эль фани дүнияны терк етті. Сонке елға оны озғармақ үшін яқынлары сойқрабасы дин векілері векезлев акиметінің қадимлері тешриф бұйырдылар. Тәфсилатлар невбетекелев қамызда. Гүлчемберлері Қаранфил веку чечеклерінден ябылған гүлдестелер. Қырым қарайлары дини идаресінің рейсі Давид Эль вефат етті. Яқынларына тазие білдірмек үшін эрбабның достлары, талибелері, везен аддашлары келділер. Бұ адам ұзын өмір яшады, чешет инсанларнен таныш олды. О әрдайым бір инсаннен тіл тапып, урмет қазанайды. Онен ведалашмақ үшін Москва шерінден сой ақырбалары да келді. Жиені Андрей әтқанана көре дайысы Давид бұттун қарай милетінің ұстасы еді. О икметлі ве инсаниетлі аят яшады ве озынден сон ейі ат қалдырды. Это был веселый человек. Опек аятсевер шен инсан еді, чоқ шақалаша еді, тек кезлев баларына дегілді, мана да чоқ шейне огретті. Он был родной для всех народов, для всех крымчан, евпаторийцев. Он знал, что лучше даст сходы, и правда жизни повторится. Он с нами навсегда, поверь, Давид Моисеевич Эль. Достлары ве яқынлары Давид Эльні эфсаневи инсан деп адландыра еділер. Онен ведалашув ритуаль салонында кечті. Улу қарайның жаназе мерасиміне Девлет милетлер ара комитетінің рейсі Ленур Абдураманов да келді. О Давид Эль ярамадамаздaki милетлерінің инкишафына буюк исте қошқан бірісі олғанындан эмин. Киселевича Аксенова, правительство Республики Крым выразит искренние слова соболезнования близким и родным, всему караимскому народу. Безусловно, вклад этого
человека великого, наверное, не побоюсь этих слов, в развитии межнационального, межконфессионального и в целом в патриотическое воспитание всей молодежи очевиден и неоспорим. Тазие білдірмек үшін кезлев шер мемориетінің реберлері, Ахмеджетінің митрополиты Владыка Лазарь ве Қырым мусульманлары дини идарисының муфти муавені Айдер Исмаилов келді. Его вклад в сохранение межконфессионального мира, согласия, а также развитие уникальной культуры караимского народа, наверное, трудно переоценить. Мир дар Божий адлы дин ара шурасының башы Давид Эль чеші черефли мукефатларнен тақдирленген еді. Бу шахыс Улу Ватан женкінің ветераны еді. Декабрның 22-сінде Давид Эль өз 90 еллық юбилейіні қайт етежек еді. Якынлары оның рухына дуалар бақшладылар. Мерхум кезлемнің ескі мезарлығында дефін олынды. Сабри Алимова, Магомед Нестуров, Миллет үшін. Ушық Виалев байрамы. Бұтын дүния ехудейлері еңшең сайылған Ханука байрамыны қайдетейлер. Бұл байрам ғалибенің акисида садар. Бұл ғалибе Иерусалим шеріндегі ибадетханесінің Юнан Асирий ордусы тарафындан дармадағын етілівінден сон азат етілгенінен бағладыр. Шерінің мерkezінде адет бойынша бүкінлері чырақлар яқылақ, мезжетінің меркезі де истисна олмады. Байрам парлақ чықышларнен видеошқын ойынларынен девам етті, мейданда ехудилерінің милин нағмелері яңғырады. Хотелось бы всем пожелать благополучия, общине, пожелать благополучия Крыму, всем россиянам, чтобы мы жили всегда под открытым небом, чтобы мы жили всегда при свете, чтобы с каждым совершалось чудо, и чудо, чтобы было добрым. Вот, чтобы люди знали, что такое мир и что такое благополучие. Поэтому хочется мне всем еще раз сказать с праздником, Хак Ханука Самах. Мерасим секас күн девам етежек, өз тебреклеріні Жұмхуриетіміздің елбашчысы Сергей Аксеновда білдірді. Қырымның ехудилері жемиетіне Жұмхуриет инкешафына ве милетлер ара итифақлығына бойық есе қошқанлары үшін тешшекерлер білдірді. Спид яне алынған иммунитет қытлығы делелетінен көреш күнінде генчлер Ахмеджетте флешмоб кечірділер. Юзге яқын іштиракчы қырымлыларыны Исаият ве хасталық тарихынен таныш еттілер. Сен білмек керексін адлы акцияның іштиракчылары квест ярдымынен хасталықның оғын алмаға ве сағлам аят кечірмеге чағырдылар. Тәфсілатлы және вбетті келіп қамызда. Квестлер, ойынлар ве викториналар Ахмеджетте алынған иммунитет қытлығы дәләлеті, яғни спидке қаршы көрішів күні сен білмек керексін адлы акция кечірілді. Афсуски чоқсу инсанлар бұл мәселенің миказлығы ақта білмейлер. Шу себептен бұл мұйым малуматны әрбір инсанға еткізмек керек, деп қайдетті акция тешкілатчылары. Ән əsасы сағлам инсанларны қорчаламақ ве хасталарны қайғырмақтыр. Наш посыл в первую очередь это профилактика. То есть мы занимаемся профилактикой таких явлений, как заболевание ВИЧ. Мы, участники нашего мероприятия, это в основном молодые люди, которые посредством квеста будут узнавать какие-то моменты, чтобы себя в дальнейшем обезопасить. Есть определенная информационная нагрузка, которая позволяет понять, что как обезопасить свою жизнь, чтобы не заразиться таким заболеванием, как ВИЧ, СПИД. Хабердар олсан демек селяласын деп сая квестінің іштиракчылары. Әрбір инсан хасталана біле, ама өзіні де бұндан қорчалай білесін. СПИД хасталарының сайысы ел-елдан арта. Mesela 2014-сіне бірінші кере қайдолынған хасталарының сайысы 746 инсан еді. 2017-сінесі ise 791 инсан oldu. Нужно понимать, что лояльное отношение к таким людям, которые уже, к сожалению, заражены этой болезнью, стоит на первом месте. Мы живем в одном обществе, нужно поддерживать друг друга в любом случае. Нужно понимать, что СПИД, ВИЧ не передается воздушно-капельным путем, посредством общения, через прикосновение, объятия и так далее. Передается через кровь, то есть важно помнить об этом, многие об этом забывают. Квестның іштиракчыларыны призлернен тақдырледілер, ама олар үшін идеялер ән əsas şeyдегілдір. Яш олғанларына бақмадан мәселенің мұйымлігіні анлайлар ве гөнүллі оларақ башқаларға ярдым етмеге тырышалар. Мы участники акции, мы сегодня хотим, чтобы люди знали об этой болезни и чтобы не боялись общаться с такими людьми, и чтобы они были уже проинформированы, и чтобы они не боялись вот этого всего.
Хасталарның сайысы артта, бұнен бәрабер олым статистикасы да осы. Cumhuriyetте әрсене спид хасталығындан yüzlerce insan өлі, амма музбет денішмелер де бар. Мы подвели итоги 9 месяцев промежуточных, вот текущего 2018 года, потому что год еще календарно не закончился. Вот здесь есть определенные сподвижки, не намного, но если сравнивать 9 месяцев 2018 года и 9 месяцев 2017 года, то число смертей, вызванных вирусом иммунодефицита человека, сократилось на 1,5%. Небольшая цифра, но вселяет надежды. Afsuski şimdilik spid hastalığını tedavilemege imkan yok. Ama alimler yanı ilacılar tuşunup çıkarmağa tırışalar. Şimdi infeksiyanın inkişafını eksiltmek zemanevi ilacılar var. Ama yazıklar olsun bu yeterli değil. Enver Ablaziz, Akim Bekirov, Ervin Emiraliyev, Millet için. 200-ден зияде спортчы Қырымның аман-аман епысы регионындан топланғандар. Красноперекопск шейрінде сербест күреш ве баскетбол бойынша турнир олып кечті. Эсас мукафат Қырым елбашчысының кубогы олды. Спортчылар бұл олимпик спорт чешетлерінде өз қабилетлерінің нумайыш еттілер. Тедбір народный контроль адлы Қырым Джумхурий жема тешкілятының қол тұтывынен олып кечті. Тавсилатлы Айшы Шулакованың левхасында. Сербест күрешті, аяқлар чалышымыны қоланмаға, бұғу ве ағырты ұсуларыны ішлетмеге изін беріледір. Бұл рухны қавилештірген бір асқафлы, ләкін дүлбер спорт чешітідір. Мұнда күчтен ғайры техникада пек емиетледір. Рақыпны аяқтан ұрып, татамиді ятқызмақ, яни тушы. Күрешчілер ғалебе әрекетлеріні тамам бойле адлайдырлар. Күреш бұ тек өз жесүрлігінізні ве табиатынызны көстермек дегілдір. Бұда техникадыр. Мен күреш ярдымнен яқшы оқымаға ве яны шейлеріні білмеге башладым. Ролан Суфьянов турнирге Ахмеджит районындан келді. У олимпик спорт чешітінен 7 ел берлі оғраша. Бұл вақыт içinde Осмур чешіт ярышларда мүкафатлар қазанды. Бүгінде мұнда енгенлікнен ғалип шықты. Сербест күреште интизам бедени ве техники малуматлар ишлеп чықарылмақ керек комплекс шекілді. Красноперекопск шәріне Cumhuriyet yolbaşçısının kubogына күрешмек үшін Қырымның чешіт регионларындан топландылар. Татамиге 2 яш категорияларына ait спортчылар чықтылар. Баскетбол ise takım oyunudur. Bu dinamik ve manzaralı sport çeşididir. Mında hareketler koordinasiyası, çeviklik ve bükücülük gerek. Oyunda muvaffakiyet kazanmak için oyuncularının kabiliyetlerinden gayrı takımda bir-birine kol tutup mühimdir. Yarışlarda er vaqt galibe kazanmağa tırışam. Eğer galibe kazanmağan dayın olsak da bu da yaxşı. Böyle turnirde iştirak etmege pek kuvanamız. Народный контроль адлы хабарчылыкка каршы Қырым Джумхурий жема тешкилаты Красноперекопск шээринде кечирилген турнирлеринин тешкилатчылары ве спонсорлары деп сайлалар. Олар Кырымда спорт инкишафына yol ачалар. Gençlerini faal ve sağlam hayat tarzına celp eteler. Чтоб все занимались спортом. Herkes sportnen oğraşsın. En güçlü sportçı ise galibe kazansın. Şehir memuriyetine ve ayrıca 4. sanlı mektepke teşekkürler bildirim. Yarışlarda kimiyet vekilleri, cemaatçılar ve sportçılar bulundular. İştirakçilerge kol tutmak için Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Ленур Абдураманов da teşrif buyurdu. Виден потенциал. Очень важно, что ребята с большим рвением этим занимаются. И, конечно же, что есть люди, включая и как и местные органы власти, и также республики, общественные организации, которые вносят свой вклад для того, чтобы спорт развивался. Böyle tedbirler sportçılarga ileride galibe kazanmağa siltem beri. Çoğusu için sport aleminde büyük imkanlar açar. Люди, которые спортом занимаются, они по-другому мыслят, по-другому у них как-то вот, жизнь протекает. Они более ответственные, более серьезные. İştirakçilerini fahri yarlıklar ve medallerden mükafatladılar. Galipler ise Cumhuriyet yolbaşçısının kuboginen takdirlendiler. Ayşe Şulakova, Magomed Nestorov, Millet için. Қырымда елбаш байрамына бағышланған тедбірлерінің сайысы рекорд олачақ. Бұақта Cumhuriyet Medeniyet Nazirliginin матбуат қызметі хабар ете. Қырымның эпосы, медениет ве санат мөсеселерінде саналыштырмалар ве цирк темашалары, концерт программалары ве спектакльлер кечірілежек. Бұл тедбірлер декабрінің орталарынан башлап, қышлық тәтелерге қадар девам етежек. Оларның арасында премьералар да олачақ. Мисал үшін Devlet Музыкалы театрының санасында
«Волшебная лампа Аладдина» ве «Снежная королева» адлы мюзикл массалары көстірілежек. Қырым сакинлері ве мұсафырлері üçün ось программаларыны Қырым Татар театры, Қоқлалар театры, Қырым филармониясы ве Тезиков адына циркді азырладылар. Қайдетмелі декабрінің 25-інде Екемет Нарад байрамы да олып кечежек, умумен елбаш байрамлары күнлерінде 30 дане премьер спектакль ве темаша тақдим етілежек. Ичкі саясет малюмат ве бағ назирлігі хабер еткеніне көре Русия Федерациясының қануларына бинайын әрбір инсанын çalışмаға ве емек үшін пар алмаға ақы бар. Айлық федераль қанунен тәнленген минимал меғдардан аз олмамақ керек, емек кодексінің мадесіне көре паралар айда 2 кереп берілмей керек. Айлықның берілежек күні 15 күнден зияде олмамақ керек. Шымдылық бұл мәліматларының епосы да саат 21:30 секележе хаберлер программасына қачырманас. Бізілі олыныз.